Мариямның қолынан келді. Арманы бас қаладағы дәрігерлік институт еді. Енді Мариям алтын белгіні қолына алған күйі бас қалаға барып, өзі қалаған оқу орнына құжат тапсырып, емтиханнан да сүрінбей өтіп, оқуға бірден түсіп кетті. Кеңес заманы кезінде тест тапсыру жоқ болатын. Бәрі шынайы билет алып, емтихан тапсыратын. Бұл Мариям үшін еш кедергі болмады. Жоғарғы оқу орнына, өзінің таңдаған мамандығына, өз күші, өзінің білімінің арқасында оқуға түскен қыз Мариямның аты аңызға айналған. Барлық ауыл адамдарының көз қарасын бір сәтте өзгертті. Адамның өмірінің, тағдырының өзіне байланысты екенін дәлелдеген еді. Алғыр қыз бұл кезде бой жетіп, шашы белінен түскен нағыз қыпшабел айқабақ ару болды. Табандылығының арқасында дәрігерлік оқуын да үздік бітіріп шықты. Алматының қырағы көз сұлу жігітімен қол ұстасып, тұрмысқа да шығып, бағы жанды. Селтеңдеп қыз болдым деп қызық қумады. Оқу оқып, біліммен ғана сусындаған ақылды қыз еш адаспады. Бас қаламызда отбасы, балалы шағалы, үлгілі, қамқор ана, бақытты әйел, бүгінде білікті дәрігер, ғылыми атағы дардай Мариям осы күнге өзінің мұқалмас жігері мен табандылығы арқасында жеткен қаршадай қана қыз еді. Қазіргі уақытта көптеген жастарымыз болмашы қиындыққа шыдай алмай, суицид жасап, морт сынып жатады. Бұл әңгімеде мен адамның қолынан келмейтін іс жоқ екенін дәлелдеп айтқым келді. Барлық адам әрине бірдей емес, бірақ адам жақсы нәрсеге ұмтылып, алдына мақсат қойса, жарқын ойларымен үнемі ізденіп жүрсе, ешбір қиыншылыққа мойымай, ары қарай нық қадам басары анық. Осы ойлар жетегінде мен өз туған ауылымнан ерекше шаттанып, масаттанып қайттым.